12 жастан асқан балаларға көруге арналған бағдарлама. Ассалаумағалейкум, құрметті Жер Ана арнасының көрермендері, назарларыңызда шынайы сұхбат бағдарламасының екінші шығарылымы. Бүгінгі түсірілім Павлодар облысының басты телеарнасы Ертіс арнасында болмақ. Ендеше іске кірісейік. Бүгін біз Ертіс телеарнасында ойбалар орны бар, журналистика қазанында қайнап, бүгінге дейін еңбектеніп, әлі де еңбектеніп жүрген Ертіс телеарнасының директорының орынбасары Қуандық Есетұлымен сұхбаттасатын боламыз. Ассалаумағалейкум, Қуандық аға, қалыңыз қалай? Уағалейкумассалам. Көңіл күйіңіз қалай? Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Бізге сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Біздің көкейімізде толы сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба? Енді Нұрсұлтан, тырысып көрейік. Барынша енді сұрақтарға шынайы түрде жауап беруге тырысамыз. Қош келдіңдер, сұхбатқа әзірміз. Қуандық аға, біздің бағдарламаның өзіндік бір ерекшелігі бар. Сұхбат беруші тұлғадан әуелі біз уәдесін алып аламыз. Өйткені біздің бағдарламаның атауы шынайы сұхбат, атына заты сай болу үшін. Әрине мен сізді жалған мәлімет береді деп айыптай алмаймын. Өйткені бағдарламаның талабы сондай. Журналистердің әуелгі міндеті де қоғамға объективті ақпарат беру, негізгі миссиясы да сол ғой. Сондықтан да енді біздің жаңағы бойымыздағы қасиет, кәсіби қасиет, ол жаңағы шындықты айту, барды бар күйінде айту, жоқты жоқ деп айту деген сияқты. Сондықтан да енді бұл енді ешқандай бір артық қоспасыз боямас сұхбат болады дегенге өзім енді уәде беремін. Енді сұрақтардың негізгі бөлігі жаңағы бағыты қандай, ауаны қандай, соған байланысты енді біздің кәсіби тұрғыда әлде не болмаса жеке өмір баяны ма, жеке өміріне қатысты сұрақтар болса, әрқайсысына толық жауап беруге, шынды жауап беруге тырысамын. Жақсы, рахмет. Бізде уәде алынды, ой нақтыланды. Біз енді бағдарламамызды бастаймыз. Туған жер кең пейіл, құшағың кең, саған көңіл бұлқынар құшағынмен. Сағынышымда қанат қып саған қарай, балапандай талпынып ұшамын мен деп, Фариза Оңғарсынова апамыз туған жерін осылай жырлап еді. Біз қазақ туған жер десек, бір бүйіріміз бұрып тұратыны рас. Жалпы Қуандық аға, сіздің қарапайымдылығыңызды байқап, қай жердің тумасы екенін сұрағым келіп отыр. Енді мен қай жердің тумасы деген кезде, менің жаңағы әкем Ресейдің тумасы. Біз бәріміз осы Ресей жерінде, Омбы, Түмен жерінде дүниеге келгенбіз. Бұл енді бір жағынан енді Ресей жері деп айтқан дұрыс емес болар деп есептеймін. Әрине енді қазіргі әлемде болып жатқан түрлі геосаяси оқиғаларды білесіз. Жалпы ол жерлер қазіргі таңда Ресейдің құрамында болғанмен, байырғы қазақтың жерлері, оны мен өзіміздің атамекеніміз деп есептеймін. Түмен жерлері болсын, Омбы жерлері, тарихтан білесіздер енді. Өкінішке орай Ресейдің көп бөлігінде біздің мынау кезінде астанамыз болған Орынбор жеріне дейін, енді оны тарихты даулай берсек, көп жерлердің қазақтарға тиесілі екені анық. Енді сол жерде дүниеге келсем де, менің енді балалық шағым қазақтың енді шығыс жері, Інжу маржаны, осы шығыс Қазақстанда жаңағы Қытаймен шекаралас Зайсан жерінде өткен болатын. Балалық шағым сол жермен тікелей байланысты. Жаңағы ауылда өстік. Кейін келе енді осы
жаңағы әке шешеміз солтүстікке Павлодар жеріне көшіп келді. Сондықтан да менің енді туған жерім қайсы деген кезде, балалық шағым қай жер деген кезде мен енді Қазақстанның көп бөлігін көрдім. Қазақстанның әрбір жері маған ыстық, шығысы болсын, солтүстігі болсын, батысы болсын. Ал енді осы Павлодар жерінде біз көп жылдар бойы тұрып келе жатырмыз. Әке шешем де, өзім де мінекей осы Ертіс Баян өңіріне өздерінің еселі еңбектерін сіңіруде. Біз де мінекей солардың іздерін басып, істерін жалғастырып келе жатырмыз. Жақсы, рахмет. Жалпы сіз туған жеріңізді, Зайсан өлкесін жиі еске аласыз ба? Және де қаншалықты барып тұрасыз? Мен туған жерімнен ешқашан ажыраған емеспін. Кейбір адамдар болады ғой енді, мысалға ауылда туғаннан ұялатын адамдар болады, оны айтпауға, оны жасыратындар болады. Туған жерінен мүлдем ажырап кететін адамдар болады, ат басын бұрмайтын адамдар болады, жылдап ауылға бармайтын адамдар болады. Мен ондай емеспін. Қолым босаған сәтте, әрине өте алыстағы жер, 1000 километр. Ол жаққа барудың өзі қиын, бірақ соған қарамастан жылына кем дегенде 2-3 рет барып тұрам. Міндетті түрде маған ол жаққа бару, шетелге барудан әлдеқайда көңіліме қонымды. Ол жер мені тартып тұрады. Жаңағы шығыстың кең даласы, таулары, өзен көлдері бәрі менің көз алдымда. Мен өзім ғана емес, өзімнің балаларымды да сонда апарып, енді ол балаларым менің қалада дүниеге келді, дегенмен де ауылдан ажыратпауға, ауылдың тірлігін көрсетуге тырысамын. Жақсы, рахмет. Сіздей шығармашыл жанды тәрбиелеген қандай тұлғалар? Енді менің анам өзі де осы шығыстың қызы. Павлодар облысына ғана емес, есімі елімізге белгілі, айтулы, қарымды журналист Фарида Бақай. Біз бала кезімізден енді осы газет саласын көріп біліп өстік. Менің балалық шағым редакция қабырғасында өтті. Мен мысалға 4-5 жасымда облыстық Сарыарқа Самал газеті бар. Қазіргі орналасқан мына Астана көшесі бойындағы ғимарат бар. Ол кезде оның барлығы ескі тұғын. Астында бірінші қабатында жертөлесінде үлкен типография болатын. Қазір ондай станоктар жоқ. Соның барлығын мен көріп өстім. Жаңағы анам жазған мақалаларды сол кезде ең бірінші болып сол газеттің редакторы тексеретін. Ол кезде қазіргідей интернет, жаңағы WhatsApp деген дүниелер жоқ. Жаңағы компьютер жоқ ол кезде, ескі машинкалармен жазады. Сол жазып болғаннан кейін маған анам беретін. Мен әлгі қағаздарды алып, бас редактордың есігін қағып, алдына бүйтіп апарып беретін. Мамам сізге беріп жіберді, мына мақаланы тексеріп берсеңіз деп. Сол кезде жаңағы әлгі адамдардың бір жағынан қарапайымдылығы ғой. Редакцияда сондай бір балалардың жүргендеріне бір сөз айтпайтын. Сондай үлкен кісілердің батасын алып өстім, редакцияда өстім. Тіпті сол газеттердің астында типографияда қалай басылып шығатын, ол қандай үлкен аппараттардың, қандай үлкен қондырғылар, оны қазір елестету мүмкін емес. Мысалға қазір бір бет парақтың өзін шағын ғана принтер басса, ол кездері мысалға біз отырған қазір осы кабинет сияқты үлкен қондырғылар болатын, үлкен машинкалар болатын, станоктар болатын, оны бәленбай адам басқаратын. Мысалға мына жерде облыстық деген сөз болса, оны біз қазір жай ғана компьютермен пернені басып тере салатын болсақ, ол кезде газетті басу үшін мынандай әрбір әріпті О болса, О деген мынандай темір қалыптарды сөйтіп сөздердің барлығын түзетіп, үстіне май қойып, жаңағы сөйтіп газеттерді басып шығаратын. Соның барлығын мен көріп өстім. Ол жаңағы типографияның иісі әлі де мұрнымнан кетпейді. Жақсы, рахмет. Отбасыңызда қанша ағайындысыз? Отбасында ағам екеуміз ағайындымыз. Ағамның есімі Думан Бақай. Енді интернет әлемін білетін болсаңыз, жаңағы әлеуметтік желілерді қарайтын болсаңыз, көп көрім елге танымал, ой өткір, қоғамдағы мәселелерді дер кезінде көтеретін блогер журналистердің бірі. Қазіргі Алматы қаласында шығатын Қала мен Дала деп аталатын республикалық басылымның құрылтайшысы.
бас редакторы. Енді қарайтын болсақ, жаңа өзің айтып отырмын ғой, анамыз да осы журналист, ағам да журналист, біздің енді әулетті, осы журналистердің әулеті деп айтуға болады. Оған толық негіз бар. Енді мен ойлаймын, қазір енді үйде 2 балам бар, ағамның да 3 баласы бар. Олар да осы біздің ізімізді жалғайды деген ойдамын. Жақсы, рахмет. Қуандық аға, мен кішкентай Қуандықты көзіме елестеткім келіп отыр. Жалпы балалық шаққа саяхат жасап, уайымсыз жүрген шақты қызықты сәттермен қоса айтып берсеңіз. Енді жаңа өзім айтып өткендей, менің балалық шағым таулы, нулы орманы бар, мөлдір өзен көлі бар, сондай бір керемет тұмса табиғаты бар жерде өттік. Қазақстан енді елімізде әлі туризм дамымаған болу керек. Ондай жерлердің әлі көбі біле қоймай дамымаған. Ал біз енді бала кезіміз жайлауда өтті. Мал бақтық. Оның бәрі енді қазіргі, мен ойлаймын, қалада өскеннен гөрі ауылдағы сондай қызықты сәттердің бәрі көз алдымызда. Ең бір тәтті кездер, ең бір ұмытылмайтын кездер, ең бір бақытты кездер. Сондықтан да мен бір ерекше сағынышпен еске алатын кездер сол деп ойлаймын. Одан кейінгі менің балалық шағым өте көп журналистердің арасында өтті. Солардың батасын алдым. Бала кезімде енді қандай болдым деген кезде кітапқұмар болдым. Анамның енді барлығымызға қоятын талабы бізді көп оқуға, көп білуге баулыды. Тіпті кей кезде жаңағы далаға шығармай қойып ойын баласымыз ғой енді ол кезде. Мына кітаптарды бітірмейінше, мына кітаптарды оқып тауыспайынша жаңағы далаға шықпайсыңдар, ойын ойнамайсыңдар деген кездер де болды. Сол кезде бізге бұның барлығы өте бір жаңағы көңілімізге тисе де, қазір қарайтын болсақ, бұл өте бір өміріміз үлкен орын алған, бізді осы салаға бағытталған, дұрыс азамат болуымызға ықпалын тигізген өте бір дұрыс тәрбие деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мінезіңіз қалай болды? Тентек болдыңыз ба, жуас болдыңыз ба, ерке болдыңыз ба? Енді тентек болған жоқпын. Ақылды болдым деп ойлаймын. Мектепте де үздік оқыдым. Үздік бағалар алдым. Тек қана облыстық қана емес, республикалық олимпиадаларда жүрдім. Жақсы, енді бақытыма орай өте мықты мұғалімдерден тәлім тәрбие алдық. Ол мұғалімдермен әлі күнге шейін араласып тұрамын. Қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімдері болсын, бізді осы салаға бағыттаған сол кісілердің арқасы деп ойлаймын. Күні кеше ғана сол кісілермен хабарласып, жаңағы ақыл кеңестерін сұрап отырамын. Осындай. Жақсы, рахмет. Аға, сіз енді анаңыздың жанында жүріп, журналистиканың иісін сездім деп соған келтіріп айтып жатсыз жаңадан бері. Жалпы бала күніңізде кім боламын деп армандадыңыз? Мен бала кезімде музыкаға қатты қызықтым. Павлодарда осы 5 жылдық музыкалық мектепті бітірдім. Күй мектебі бойынша. Жалпы домбыра аспабында 5 жасынан бастап ойнаймын. Арнайы мұғалімдер жалдаған сол кезде. Сондықтан да мен енді бала кезімде ойлаған едім, консерваторияға түсем, осы өнер саласымен барам деп. Бірақ енді кейін келе осы шамамен 10-11 сыныптың кезі болар. Саясаткер болуды армандадым. Жаңағы мектепте оқып жүрген кезімде көптеген республикалық басылымдар, Егемен Қазақстан болсын, Жас Алаш, басқа да басылымдарды оқып, сол саясатқа белсене араласам деп жүрдім. Сондай бір ойым болды. Елді өзгертем деген ойым болды. Кейбір жерлерде бір оппозициялық пікірім де болды. Сондай ойлармен қалыптаса келе, жүре келе, жаңағы ойлай мен енді осы саясат саласына, осы журналистика арқылы бару жоспарын құрдым. Осы саланы армандадым, енді осы салаға келдім деп ойлаймын. Жақсы. Қаласында жұмыс істеймін деп армандапсыз, және де саясаткер боламын дедіңіз. Сол саладағы еліктеген тұлғалар болды ма? Саясаткерлердің ішінде мен енді қазіргі күнге шейін көп азаматтарды үлгі тұтамын.
олардың ішінде ең әуелі мен енді Алаштың арыстарын атап өтуім керек, өйткені қазаққа шынайы еңбек еткен, қазақтың осы тәуелсіздігінен жетелеген сол азаматтардың жанұярлық еңбегі, өмір екенін біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Жұмабек Ташинов сияқты азаматтардың қазақтың көп жерін арашалап қалған, осы қазіргі территориямыздың бүтіндігіне атсалысқан Дінмұхамед Қонаев сияқты ағаларымыздың өмір баяндарын мен оқып біліп өстім. Олардың қандай тұлға екендерін білем, және біздің қазіргі жасөспірім ұрпақты оларды ұмытпауы тиіс. Мен ойлаймын, олар мен үшін идеал, мен үшін саясаттағы есімдері мәңгі қашалған, тарихта жазылған азаматтар, тұлғалар. Жақсы, рахмет. Арманға жетудің бір қадамы ол жоғарғы оқу орнын оқып бітіру. Жалпы сіз қай жоғарғы оқу орнын бітірдіңіз және қандай факультет? Мен енді өздерің қазіргі кезде білім алып жатқан осы Павлодар облысындағы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін тәмамдадым. Қателеспесем, осы 2009 жылдары осы оқу орнын аяқтадым. Жаңағы ол кезде бізде филологиялық факультет болды, соның ішінде жаңағы журналистика кафедрасы болды. Қазір қалай екенін аса біле қоймадым. Сол жерде білім алдым. Өте жақсы ұстаздарымыз болды. Сол оқу орнының арқасында мінекей қазіргі таңда Павлодар облысындағы бұқаралық ақпарат құралдары, телевизия болсын, радио болсын, газет саласы болсын, басқа да әлеуметтік желілер, сайттар болсын, солардың барлығына кадрлар даярлап отырған өңіріміздегі қара шаңырақ үлкен білім ордасы. Оларға мен әрдайым ризамын, әрдайым парызбын. Жақсы, рахмет. Студенттік шағында адам өмірінде алатын орны бар. Жалпы сіз есейген қуандық студент, қандай студент болды? Енді мен Нұрсұлтан ойлаймын, адамның позициясы, сондай бір тұлғалық қасиеті, басқа да мысалы саяси болсын, басқа да бағыттағы көзқарастары осы әсіресе студенттік кезде қалыптасады, студенттік кезінде негізі қаланады. Мен тіпті айтар едім, қазіргі кезбен салыстырғанда мен бәлкім студент кезде әлдеқайда белсендірек едім. Неге десеңіз, студент кезің әлде сенің бір дербес, әлде бір бос кезіңде, сондықтан да сен жаңағы ойлайтын ауқымың да кеңірек болады. Одан кейін біз енді әрине үлкен мектептен өттік, көптеген бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істедік. Біздің көзқарастарымыздың өзгеруіне тура келді. Енді мен студент кезімде қандай болдым деген кезімде мен енді өзімді әрине асыра мақтай алмаймын. Бірақ енді қол жеткізген біршама жетістіктерім болды деп ойлаймын. Мен бірінші курста оқып жүрген кезімде сол кезде SMS Plus деп аталатын жастардың газетін аштым. Оның өзім редакторы болдым. Өте тамаша сондай газет болды. Біз оны енді мақсатым сол кезде ол газетті сол кездегі осы оқу орнының ректоры өзімнің ұстазым деп санаймын. Бәлкім сіздер әлі ол кісіні білмейтін шығарсыздар. Ерлан Мұхтарұлы Арын деген өте есімі танымал, ұғым қазақ сыйлайтын ғалым, саясаткер, ұлтжанды азамат болатұғын. Ол кісі қазір Астанада, елордамызда. Сол кісі ректор болып тұрған кезде өз арнайы шақырып, қуандық. Неге Павлодар облысында, тек қана біздің оқу орнымызда ғана емес, Павлодар облысында жастар газетін, жастарға арналған бір керемет басылым ашпасқа деп маған сол сұрақты қойды. Біз өз тарапымыздан университет оны қаржыландыруға дайынбыз деді. Сол себепті мен осы мүмкіндікті пайдаланып, бірінші курстан бері SMS Plus деп аталатын облыстық газетті аштық. Өзім сияқты болашақ журналист қыз-жігіттерді сол газеттің төңірегіне топтастырдым. Бұл газет дизайндық жағынан болсын, мазмұндық жағынан болсын, қоғамда көтеретін мәселелерді айтатын басылым жағынан да бір басқа басылымдармен сол кезде басылым теңесе алатын, бәсекелесе алатын сондай бір керемет басылымға айналды. Тек қана оның атауы осы
оқу орнының төңірегінде ғана шектеліп қалмай, біз осы Қазпошта жүйесі арқылы оған жазылым жүйесін де енгіздік. Газет, мен сізге бір қызық айтайын, сол кезде біздің жақсы жетістікке жеткеніміз соншалықты, біз коммерциялық тұрғыда да жақсы жетістікке жетіп, сол кезде газетке мақала жазып жүрген, газетке белсене аралап жүрген жастарға қаламақы төлеу жаңағы жүйесін де іске асыра алдық. Бұл өте бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Осындай жаңағы табыстар бар. Кейін келе енді осы жұмыстарымыз ескеріліп, тұңғыш президент қорының стипендияты атандым. Жалпы одан бөлек президент стипендиясына егер болдым, түрлі халықаралық байқауларға қатыстым. Ресейде өткен Золотой Соболь деген жас журналистердің арасында халықаралық конкурс болған, сол конкурсқа қатысып, оның бас жүлдесін алдық. Енді айта берсек өте көп, әрине белсенді болдық, барлық жаңағы байқаулардан қалмадық. Менің ойымша енді қазіргі күні қандай да бір жетістікке жетіп жатсам, ол сол кездегі біздің ұстаздарымыздың, университет кезінде бізге жол ашқан Майя Хисматқызы сияқты ұстаздарымыздың арқасы деп білемін. Жақсы, рахмет. Жаңа айтып жатырсыз, SMS Plus газетін аштым деп. Ол кездегі қаражатпен қазіргі қаражат салыстыруға келмейді. Егер сыр болмаса, сол кездегі тапқан қаражатыңыз қанша болды? Сыр болмаса. Ал есіме түсіріп көрейін. Енді жаңағы мен бұл кезде ең алғаш рет жұмысқа ресми түрде тұруым болатын, жаңағы SMS Plus газетіне. Ол кезде алған алғашқы жалақым, қателеспесем, 13 000 теңге болды. Енді ол есептеп көрсеңіздер. Өзіңізге алған ба, әлде SMS Plus-ке түскен қаражат 13 000 болды? Жоқ, жалпы ресми түрде алған жалақым, алғашқы еңбекақым, оқу орнындағы жұмыс істедім ресми түрде. Сол кезде 13 000 теңге жалақы болды. Ол әрине осыдан енді 10 жыл бұрынғы көрсеткіш қой. Одан кейін қаншама инфляция болды деп, мысалға сол кезде жалпы жалақының өзі қазіргімен салыстыруға әрине келмейді. Бірақ енді қанша дегенмен де 13 000 теңге енді сонда айтарлықтай көп жалақы емес, бірақ енді біз үшін ол кезде мәселе ақша табуда болған жоқ. Біз үшін мәселе тәжірибе жинау. Өйткені бізге үлкен мүмкіндіктер жасалды. Әрбір оқу орны студенттерге ондай жағдай жасай алмайды. Біз мысалға өзімізге газет ашуға, оның мысалға верстка деген сөздің мағынасын білетін шығарсыз, оның дизайнын жасауға, ол газетті беттеуге, версткасын жасауға бізге тәжірибе түрінде мүмкіндік берілді. Біз сол мүмкіндікті жүзеге асырдық. Және де соның арқасында көптеген жастардың журналист болып қалыптасуына үлкен бір әсерін тигізді. Жақсы, рахмет. Таңда ертіс телеарнасына дейін SMS Plus-тен бөлек журналистикалық бағытта жұмыс істедіңіз бе? Әрине, одан кейін енді басқа да басылымдарда жұмыс істедім. Республикалық басылымдардың меншікті тілшісі болдым. Басқа да газеттерде редакторлықта болдым. Мұғалімдер газетінің редакторы болдым. Мен сізге бір қызық айтайын, мен енді универсалды журналист деген ұғым бар. Бұл енді өзіңізге де керек. Универсал, яғни бірегей журналист деген. Бұл қазіргі таңда өте әлем бойынша актуалды дүние. Мәселе біздің журналистердің көбінің кемшілігі техниканы меңгере алмауында. Көбі техниканың тілін білмейді. Мысалға, жаңағы Мәскеуге біз барып қайтқан кезімізде МГУ-дағы журналистерді қазіргі таңда универсалды журналист ретінде тәрбиелейді. Бұл не? Ол мысалға өзі түсірді ме, оны бірден өзі монтаждай алатын журналистер, оны кәсіби программада жұмыс істей алатын жаңағы журналистер. Не болмаса мақала жазды ма, мақала жазғаннан кейін оны бірден InDesign деген жақсы бағдарлама бар, беттейтін, сол бағдарламада өзі жазған мақаласын әрлеп, беттеп, дизайн жасай алатын жаңағы журналистерді тәрбиелейді. Бізде осы жағы кемдеу, кемшілік бізде осы тұста. Өйткені бізде шыны керек қазіргі таңда оқу орындарында кәсіби мамандар аз жұмыс істейді, осыны білетін. Бізге осы техниканың тілін білетін мамандарды көбірек енгізу керек. Сондықтан да жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, мен осы техникаларды, осы бағдарламаларды меңгеруге тырыстым. Тек қана жаза алатын, сөйлей алатын ғана емес. Мысалға қазіргі таңда өзім де алдыма келген жастарға айтып отырамын. Мұнда келгенде тек қана жазуды ғана үйренбей, міндетті түрде бағдарламада жұмыс істеуді, өңдеуді, аудио бағдарламаларға, визуалды бағдарламаларға, оның бәрін сіздер білуіңіз керексіздер. Ол керек өмірде. Сонда сіздер нағыз бес аспап маман боласыздар.
жерде қаламайсыздар. Яғни жаңағы табыс туралы сұрақ қойып отырсыздар ғой. Яғни неғұрлым сіз білімді, неғұрлым сіз білікті адам болсаңыз, соғұрлым сіз сұранысқа ие маман, ал сұранысқа ие маман деген ол жаңағы табысы өте жоғары маман боласыз. Жақсы, рахмет. Қуандық аға, осы ертіс телеарнасына өзіңіз қалай келдіңіз? Алғашқы келген кезіңіз бен қазіргі кезіңізді айырмашылығы қандай, салыстыра аласыз? Жақсы. Енді мына сұрағың Нұрсұлтан менің ойымша көптеген студенттерге және өзіңе де пайдалы болады деп ойлаймын. Мен осы телеарнада енді барлық сатысынан өттім деп ойлаймын. Дикторда болдым, жүргізушіде болдым, тағы. Бірақ кейбіреулер ойлайды, осында жұмыс істеп жүргеннен кейін, шеф-редактор болғаннан кейін, директордың орынбасары болғаннан кейін, бұлар өте бір сондай мықты маман шығар деп ойлайды. Мен мысалға осы телеарнаға келместен бұрын 3 рет кастингке қатысқам. 3 рет кастингке қатысып, осы телеарнада 3 рет кастингтен құлап қалғам. Өте алмай қалдым кастингтен. Тіпті одан кейін бір амалын тауып, осындағы бас режиссерге өзім тікелей барып, таныс білістік арқылы режиссермен танысып, мені байқап көріңізші дегеннен кейін де режиссер де айтты маған, ренжімеңіз, жарамайсыз деді. Телевидениеға жарамайсыз деді. Дауысыңыз да келмейді, түріңіз де келмейді. Сонда ойлаймын да, бұл жерде ең бастысы жаңағы адамның талантында емес, бұл адамның талабында. Бәлкім бұл жерде таланттың үлесі 1% ғана шығар, ал енді қалған еңбек ол 99% болады. Көп адамдар мысалға қазірде мен байқаймын, көп жастар енді диктор болуға ұмтылады ғой, барлығы экраннан көрінгісі келеді, әрі жұлдыз болғысы келеді деген сияқты. Ол көп осы журналистикаға келген жастардың арманы. Енді армансыз адам болмайды, дұрыс па? Сол сияқты, бірақ Нұрсұлтанда кейбір жастар осы неден жаңағы кастингке келген кезде, өте алмай қалған кезде сынып жататындар болады. Бұл менің салам емес екен, қате таңдаппын деген сияқты ойда болады. Бұл өте дұрыс емес. Мен енді мысал ретінде өзімді келтіріп жатырмын ғой, әдейі саған түсініп отырған жарсың. Мен өзім мысалға 3 рет өте алмай қалғам. Содан бәрібір де өзіме мақсат қойдым, қалай да болсын осы телевидениеға барам, үйренем, көрем деп. Әйтеуір осында ілініп, Қатардағы қызметкер болып, ол кезде енді штатқа да енген жоқпын, Қатарда да болған жоқпын, жай келіп кетіп жүретін қарапайым қызметкер болып, содан кейін бір жолым болып, бір жігіт ауырып қалып аяқ астынан, сәті түсіп оның орнына мен шығатын болып қалып, сөйтіп Қайырлы таң деген бағдарламадан бастап, таңғы эфир, содан ақырындап осы телеарнаға еніп, дикциямды түзеп, дауысымды түзеп, кейін келе енді осы телеарнаның әрбір сатысынан өттім деп ойлаймын. Жаңалықтар қызметінде де болсын, бағдарламалар қызметінде де болсын, басшылық қызметінде де болсын, жаңағы осындай сатылардан өттік. Сондықтан да менің ойымша телевидениеда жұмыс істеуді армандаған жастар ешқашан да осы армандарынан, мақсаттарынан таймауы тиіс. Менің ойымша телевидение қазіргі таңда енді өте сондай бір жас, талантты, талапты жастарға өте зәру, өйткені шыны керек телевидение енді ол жастардың саласы деп айту керек. Әдемі, талапты жастардың саласы, сондықтан да бұл салаға бізге әлі де мықты, білікті жастар керек. Жақсы, рахмет. Ертіс телеарнасына дейін қандай телеарналарды сүйіп көрдіңіз, және де үлгі тұтатын журналист немесе медиа саласындағы тұлғалар бар ма? Енді мен әрине бала кезден бастап барлық телеарналарды көріп, шолып отырдым. Қасым Аманжолдың жүргізген бетпе-бет бағдарламасын, шынның жүзі бағдарламасын білесіздер. Одан кейін жаңағы Берік Уәлидің бетпе-беті негізі өте тамаша, бізде жобалар өте көп болды. Журналист болғаннан кейін кез келген, әсіресе осы телевизия саласында жүрген жастар, олар міндетті түрде бас кезінде біреуге еліктеуден бастайды. Онсыз болмайтын да шығар. Әрине еліктеудің де жақсы жағы бар да, жаман жағы да бар. Жақсы жағы да, өйткені сен жаңағы кәсіби адамнан үйренесің, оның сөйлеу мәнерін үйренесің. Дәл солай сөйлегің келеді, дәл сондай дауыс қойғың келеді. Біздің еліктеген кездеріміз болды. Ол өте дұрыс.
Рахмет. Телеарнасына жаңағы кастингтер арқылы келіп, жаңағы өте алмай қалдым деп те жатырсыз. Кейін ертіс телеарнасына жұмысқа тұрғаннан кейін ұжыммен үйренісу қиын болмады ма? Ұжыммен үйренісу қиын болды деп айтам. Неге десеңіз, телевизия саласында басқа салалармен салыстырған кезде бұл жерде бәсекелестік деген бар. Егер сен сол бәсекеге шыдас бере алмасаң, егер сол үрейден шыға алмасаң, онда сен яғни телевидениеде жұмыс істеуге лайықты емессің. Бұл жерде бәсекелестік бар. Кім экранға шығады, кім жүргізуші болады, тіпті жүргізушілердің арасында бәсекелестік болады. Қысастық жасайтын адамдар болады. Бір-бірден жол бермеуге тырысатын адамдар болады. Телевидение онсыз болмайды. Бұл сондай сала. Сондықтан да бұл жерге шыдас беру үшін бұл жерге жігер керек, бұл жерге пысықтық керек. Мысалға, кім сенсациялық материалда бірінші болып дайындайды деген, мысалға, кім ақпаратты бірінші орып алады. Мәселе сонда, жалпы ақпарат саласында бәсеке бар. Мысалға, егер сіз басқа да ақпарат беретін ресурстан кешігіп барып, бірнеше күннен кейін, бірнеше сағаттан кейін барып ақпарат беру істеңіз, халық бірінші басқа ақпарат арнасына қарайды. Сізді оқымайды, сіз бәсекелестіктен төтеп бере алмайсыз. Сондықтан ол әрине бұл салада ең бірінші ол бәсекелестік. Жақсы, рахмет. Ертіс телеарнасына алғашқы келгендегі жалақыңыз қанша болды? Енді нақты мұның барлығы есімде жоқ екен. Бірақ енді жобалап атқан кезде шамамен 30-40 мың теңгенің мөлшері болған шығар. Асынбадыңыз ба? Әлде ол кездегі... Негізі қазір енді салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Нұрсұлтан, біз енді ол кезде жұмысқа келген кезде біз жалақыны сұрамайтынбыз. Біз үшін ең маңыздысы осы телевидениеға кіру, телевидениеде жұмыс істеу, осындағы адамдармен танысу, олармен бірге жүру, микрофон ұстау. Біз үшін жаңалықтардың өзінде бірле жылт ету біз үшін үлкен бақыт еді. Жалақыны ол кезде біз ойламайтынбыз. Қазір өкінішке орай келетін жастардың ойлайтыны бірінші жалақы. Нөмірі бірінші сұрағы деп айтайын, ол жалақы. Ол нөмірі бірінші сұрақ жалақы. Білмеймін неге ондай тенденция болып жатқанын. Жаман ба, жақсы ма, оны да айта алмаймын. Бірақ менің ойымша кез келген жас, ең әуелі жас маман, ол кәсібилікке қызығу керек. Егер кәсіби сенің көрсеткіштерің жоғары болса, сен расымен де басқа әріптестері, міне мынау журналист, мынау мықты тележүргізуші болатын бала екен деп бағалайтын болса, ол яғни сенің болашақта да табысың мол боларына, ақшадан қағылмайтындығына бұл да бір үлкен кепілдік. Жақсы, рахмет. Журналистика ол қызығы мен шыжығына толы сала. Журналистік жұмысыңызда мақтанарлық және әттеген-ай деген сәттеріңіз болды ма? Қандай сәттер? Енді мақтанарлық сала деп нені айтуға болады? Өзіңіз мақтанарлық істеріңіз дегендей, әттеген-ай деген кездеріңіз. Енді мен айтар едім, журналистика деген енді ол қоғамның бір қозғаушы күші, қоғамның бір қорғаушы күші деп айтар едім. Өйткені кей кезде мына шенеуніктердің өзі айтпайтын мәселелерді, тіпті депутаттардың өз көтермейтін мәселелерді білесіз, әуелі журналистер көтеріп жатады. Барлығы осы ақпараттардан басталады. Тіпті мінекей енді жақында қаңтар оқиғасын көрдіңіз. Сол кезде оқ пен оттың арасында жүрген осы журналистер болды. Сондықтан да мен осы салада жүргенімде ең әуелі мақтан тұтамын. Біз енді бұл жерде өзіміз үшін еңбек етіп жатқан жоқ. Біз ең әуелі бұнда еліміз үшін, жеріміз үшін еңбек етіп жатырмыз. Қазіргі таңда біле білсеңіз, жалпы ақпараттық қауіпсіздік деген ұғым бар. Мына елдегі, жалпы әлемдегі болып жатқан жағдайда қарасаңыз, қазіргі таңда Украина мен мысалға Ресейдің арасындағы шиеленісті білесіз. Ол жерде бірінші қару қолданып жатқан жоқ екі мемлекет. Екі мемлекеттің арасында ең әуелі ақпарат соғысы болып жатыр, дұрыс па? Сондықтан да қазіргі таңда жалпы ақпараттық қауіпсіздік деген мәселе бұл өте өзекті. Біз Павлодар облысы солтүстікте орналасқанбыз. Сондықтан да бұл жерде біз ақпараттық қауіпсіздікте еңбек етіп жатқанды мен мақтан тұтамын.
керемет. Көптеген жарнамаларды көріп жатамыз, бірақ оның ар жағында кім сөйлеп жатқанына мән бермейміз. Біздің көрермендердің кейбіреулері мына дауыс таныс деп жатқандар да бар шығар. Мұны мен меңзеп отырғаным сіздің дикторлық өнеріңізді айтқым келіп отыр. Жалпы бұл дикторлық салаға қалай келдіңіз? Енді мен осыдан 7 жыл бұрын сәл-пәл бизнес саласына ауыстым деп айта аламын. Және де осы Қазақстанда Диктор FM деген компания құрдым. Бұл жаңағы біздің компаниямыз, қазір мен онда жетекшілік етпеймін. Жанар есімді қыз жетекшілік етеді. Бұл компания барлық жарнама өнімдері және де оның ресми еліміздегі ең ірі сауда орындары бар, супермаркеттер бар, Қазақстан бойынша. Солардың барлығымен жасалған келісім шарттары бар. Солардың ішінде ойнатылатын жарнамалар, аудиороликтер, бұдан бөлек телеарналарда көрсетілетін жарнамалар бар. Солардың барлығын жасаумен айналысады. Мен өзім жалпы бізде кәсіби коммерциялық диктор деген ұғымды көбі әлі білмейді. Бұл өте сондай бір, жаңа сіз табыс туралы сұрап жатсыз ғой, табысы жағынан өте бір қызығарлық сала. Өте керемет мүмкіндіктер береді. Мен өз тарапымнан осы сәтті бастаған кезде Қазақстандағы бірнеше брендтердің ресми дауысы болдым. Mercedes сияқты, BMW сияқты автосалондардың Қазақстандағы ресми дауысы болдым. Шамамен 100-ге жуық бренд болу керек. Солармен ресми түрде келісім болды. Солармен бірге жұмыс жасадық. Бұл өзім сияқты біздің жаңа құрған Диктор FM платформасы, ресми сайты бар интернетте. Өзім сияқты сол кездегі жас қыз жігіттерге қазақша оқитын, орысша оқитын, ағылшынша оқитын, соларға танылуға, қосымша табыс табуға үлкен мүмкіндік жасалды. Жақсы, рахмет. Диктор FM-нің кезінде жетекшісі болдым дедіңіз. Қазір басқа Жанар деген есімді қыз жетекшілік жасап жатыр деп айтып жатырсыз. Кезіндегі ұжыммен қазіргі ұжымды салыстыра аласыз ба? Қазіргі ұжымды білесіз бе, араласасыз ба дегендей? Ертіс телеарнасында міндетті түрде мен оның құрылтайшысы болғаннан кейін әрине оның барлығын білемін, ақыл кеңесін де беремін. Бұл компания қазіргі таңда өте сондай жақсы табысқа жетіп келе жатқан, әлемдік деңгейдегі компаниялармен жұмыс істеп келе жатқан студия продакшндардың бірі. Мысалға біз 2017 жылы Қазақстанда өткен экспоның ресми серіктесі болдық. Сол павильондарда ойнатылған барлық дыбыстық сопровождениялардың барлығын біз жасауға атсалысқан компаниялардың бірі болдық. Еліміздегі ең ірі, тіпті мынау ресейлік, қателеспесем жақында осы өткен жылдың соңында Яндекс компаниясымен келісімшарт жасалды. Олардың біраз Қазақстандағы мынау өзіңіз білесіз, карта бар. Көбі қазір картамен жүреді. Солардың дыбыстауын жасалды. Әрине, оның барлығын мен қадағалаймын. Еліміздегі үздік өнер ұжымдарымен жұмыс жасаймыз. Мен мысалы жақында осы былтыр желтоқсан айында Ирина Қайратовнамен жұмыс істедім. Оны жақсы білемін, араласамын. Сондай енді айта берсем өте көп, қазір көп есіме түспей тұр, шын айтсам. Жақсы, рахмет. Қуандық аға, диктор болу үшін кез келген адам қолынан келеді ме? Әлде журналистика саласын бітіруі шарт па? Міндет пе? Диктор мен журналистика екі бөлек әрине. Журналистика ол өте қиын сала. Әркім журналист бола алмайды. Дикторға келе алатын болса, әрине ол диктор ең алдымен ол қандай да бір физиономиялық мүмкіндіктерге байланысты. Әрине енді адамның мүлдем дауысы жоқ адам, немесе үлкен бір дефектілері бар адамды, одан сіз диктор жасап шығара алмайсыз, анық, сөздің шындығы. Ал енді ұмтылысы бар, ерекшелігі бар адамдарды диктор жасап шығаруға болады, бірақ ол үшін еңбек керек. Мен өзі қазір осыдан 10 жыл бұрынғы запистерімді тыңдасам, әлгі запистерді тыңдасам, бұрын жазған 10 жыл бұрынғы, мен рас осылай оқыдым ба деп таңғаламын.
бірақ бұл біздің даусымызды қойған, оқуды үйреткен сол кездегі азаматтардың арқасы. Мен қазіргі кезде мысалға өзім шәкірттер тәрбиелеп жүрмін, мектебім бар. Адамдарды диктор болуға, кастингке дайындалуға, мәтінді қалай оқуға, ең бастысы мәтін оқыған кезде өз-өзіңді естімейтін дикторлар бар ғой. Мен тіпті байқаймын, мысалға 5-6 жыл тәжірибелі дикторлар бар. Бірақ олар әбден тек қана мәтінді бір сарында ғана оқуға төселіп алғанда басқа қалыпты оқи алмайды. Бұл диктордың кемшілігі. Бұл ақпараттық жаңалық жүргізетін дикторлердің бір кемшілігі бар. Олар тек қана ақпараттық сарында оқып тұрады. Басқа көркем, шығармашылық түрде, документалды түрде текстерді оқи алмайды, қиналып қалады. Солармен жұмыс жасайды. Кәсіби дикторлардың өзімен жұмыс жасайды. Олардың өзін мойындайды, олардың өздері келіп жатады. Алғыстарын айтып жатады. Мен енді алдағы бағытымда Нұрсұлтан жалпы жоспарым бар. Осы мектеп жобасы бір жас өскін бір стартап сияқты, соның бір болашақта үлкен мектепке айналдырғым келеді. Онлайн Қазақстан бойынша. Неге десеңіз, қазіргі таңда нарықты өткен зерттеп қарасам, осы дикторлықты үйрететін біраз мектептер құрылып тастапты да Қазақстанда. Бірақ оны үйрететін адамдар ешқашанда диктор болып жұмыс істеп көрмеген адамдар. Бір бет мәтін оқып көрмеген адамдар. Сонда олар қалай дикторды үйретеді? Мен өзім сөйлесіп те көрдім, тілдесіп те көрдім. Бір күн суфлердің алдында жаңалық оқып көрмеген, микрофонның алдында жұмыс істеп көрмеген адам, ол қалай дикторлыққа үйретеді? Ол дұрыс емес. Әрине. Осы тенденцияны мен түзегім келеді. Өзің сияқты талантты балаларды осы дикторлыққа тәрбиелегім келеді болашақта, үйретуім келеді. Жақсы, рахмет. Диктор болу үшін ең басты неге назар аудару керек? Осындай әдемі, көркем дауысты қалыптастыру үшін не істеу керек? Мысалға, маған кей кезде өзің сияқты балалар келеді. Мен жаңағы мынандай мәтінді берем, осыны оқып дайындала бер десем, ол 1 сағат бойы жай ғана үнсіз ішінен ғана оқып отырады екен. Көп адамдар ішінен оқиды. Диктор болу үшін ең әуелі қарапайым ғана ережелері сол көз алдындағы мәтінді ұялмай, ешкімнен ұялмай, оны дауыстап оқуың керексің. Дауысыңды мейлінше қатты шығаруың керексің. Бұл ең қарапайым ғана ережелерін айтып жатырмын, оның технологиялары бар. Және де екіншісі, көбі жылдам оқуға тырысады. Ең бас жағында оны жылдам оқудың керегі жоқ. Ең әуелі мәтінді дауысыңды шығарып, орта темппен әрбір жаңағы сөзді нақты анық айтуың керексің. Өйткені ол ар жағындағы ертеңгі көрерменге не болсын, тыңдарманға сенің даусың жағымды ғана естілмей, айтқан сөзің анық естілу керек. Ол дикторлықтың ең басты бір шарты. Жақсы, рахмет. Жаңа айтып өткеніңіздей, ақпарат саласында ғана оқып қалған дикторлар бар деп. Түрлі бағытта, түрлі дауысқа салып оқи алмайды дегенге келтіріп отырсыз. Жалпы бүгінгі таңдағы ертіс телеарнасындағы ақпаратты жеткізетін тележүргізушіге көңіліңіз толады ма? Дауысына, жаңағы жеткізу стиліне? Әрине толады. Жалпы біздің ертіс телеарнасында белгілі бір деңгейде мектеп қалыптасқан деп айтқым келеді. Біз өзіміз осында келген кезде үлкен сол мектептен өттік. Осындағы адамдар үйретті, олардың көбісі қазір енді зейнет жасындағы ағапайларымыз, оларға мыңда бір алғысымды білдіргім келеді. Осында орналасқан радиода Алтын апай деген кісі болған. Атына заты сай алтын адам еді. Сол кісі мені шақырып, ол кісі мен мына бір екі ақ сөйлемді анасыздар маған 30-40 рет оқытқызатын. Екі ақ сөйлем, бір-екі сөйлемді 30 рет оқып көрші қазір. Мен сонда ұқпаймын. Айырмашылығы не деймін? Қайта-қайта бір сөйлемді оқытқыза бересіз. Маған сөйтсем, өзіме қайта-қайта дәл сөйлем оқыған сияқты болам, бірақ ана кісі түзеп отырады. Мына жерін бұлай құбылды. Өтірін бұлай қой, нүктесін бұлай қой деп келтіріп отыр. Сол кезде қарайтын болсам, расымен үлкен мектептен өтіппіз. Сондай адамдармен жұмыс істегенде бақыттымын. Енді мен қазіргі күні өзімнің хал-қадірімше, өзімде осында келіп жатқан жас дикторлар бізде өте көп, жас жүргізушілер бізде өте көп. Бағдарламалар жағынан ашылады, олардың жас жүргізушілер болады, солармен міндетті түрде жұмыс жасаймын. Білгенімді, міндетті түрде үйретемін.
дауыстарын қоюға тырысамын. Яғни оларда кейін осында қалыптасқан маман болып, оларда кейін өздерінен соң шәкірт тәрбиелейтін болады. Жақсы, рахмет. Диктор саласында қаражат тапқандар да бар деп жатырсыз. Менің естуім бойынша бір бейнероликке бүгінгі таңда 10-15 мың теңге алатындар да бар екен. Бұл қаншалықты рас? Бір Нұрсұлтан, қазіргі таңда мінекей сіз екеуміздің мамандығымыз, сіз болашақ журналистсіз. Жалпы мына медиа саласы әлемдегі қаржы ең көп шоғырланған сала болып табылады. Бұрындары мысалға көбі қаржыгер болуға тырысатын, тағысындай бір ақша көп жерлер іздесе, медиа саласы қазіргі таңда жаңағы ең бір бай сала болып саналады. Сондықтан да сіздер осы мамандықты өте бір дұрыс таңдадыңыздар дер кезінде. Өйткені неге дейсіз бе? Әркімнің қолында қазіргі таңда жаңағы смартфон. Екінің бірі сағат сайын әлеуметтік желіге керек. Әлеуметтік желіде оның барлығы бейне роликтер. Компаниялардың барлығы қызықты бейне ролик жасап отырсады. Оған дұрыс дауыс болғанды қалайды. Оған өте көп қаржы құйылады. Сондықтан да бұл салада сіздің айтып отырғаныңыз өте рас. Қазіргі таңда коммерциялық дикторлық, жаңа өзім айтып отырғандай өте бір табысты сала. Мен қазір мысалы Диктор FM-нің нақты табысын білмеймін, бірақ анық сізге нақты айта аламын. Онда қазір жұмыс істеп жүрген жас қыз-жігіттердің барлығы айына кемінде 500-600 мың төңірегінде ақша табылады. Диктор FM оларға ол мүмкіндікті береді. Тіпті біздің бір жылдары, осыдан 3-4 жыл бұрын мен өзім жұмыс істеген кезде ай сайын жас дикторларға шамамен 800-900 мың теңгеден ақша беріп тұрған кезіміз болды. Бұл барлығы еңбекке байланысты. Сондықтан бұл сала өте табысты сала, өте қызықты сала. Мен енді көп жастарға кеңес еткім келеді, және бұл салада болашақта еңбек еткісі келетін жастарға тіпті жол нұсқау да дайынмын. Жақсы, рахмет. Ертіс телеарнасына қайта оралсақ, журналистік зерттеу барысында көптеген тақырыптарды көтеріп жүрсіздер. Бүгінгі таңда Павлодар облысында немесе Павлодар қаласында шешілмей жатқан мәселесі бар ма? Қайта-қайта сол тақырыпты қозғауға мәжбүр ететіндей. Енді өмір болғаннан кейін барлығы бір орында тұрақтап қалмайды. Әрине проблема болады. Қай мемлекетте болмасын, қай елде болмасын, қай регион, қай аймақта болмасын, әрине ондай мәселелер көбейіп туындап тұрады. Оны өзіңіз хабардарсыз. Журналистердің жұмысы да сол мәселелерді тереңінен зерттеп, оны шенеуніктердің алдына апарып көрсету. Өйткені мен жаңа өзім айтқандай, біз қоғамның бір қозғаушы күшіміз. Егер біз айтпасақ, біз көтермесек, бұл мәселені бізден басқа ешкім айтпайды. Біз журналистер ол елдің патриоты болмаса, елдің шынайы жанашыры болмаса, ол сала ешқашан да өзгермейді. Сондықтан да әрине біздің жалпы жаңалықтарымызды күнделікті қарайтын болсаңыз, күнбе-күн біз өзекті мәселелерді айтып жатамыз, көтеріп жатамыз. Кей кезде енді бізге ренжитін адамдар да болады, өкпе реніші бар адамдар да болады. Өйткені көп мәселелер таяқтың екі ұшы бар деген сияқты көбіне келіп енді шенеуніктерге тіреліп жатады. Сондықтан да әрине кей кезде енді шынтуайтын айтып керек, кейбір журналистер қоғамға бір жек көрінішті болып көрініп жатуы да мүмкін. Бірақ түптің-түбіне келген кезде біздің еңбегіміз ол халықтың игілігі үшін. Бірінші жыл 14 қазан инста парақшаңызға ерекше бір пост салған екенсіз. Құрметті достар, сіздермен жағымды жаңалығыммен бөліскім келеді. Ресми түрде Ертіс телеарнасының директорының орынбасары қызметіне тағайындалдым. Мұны көп жылғы еңбектің еленгені деп білем. Алда үлкен жоспарлар мен міндеттер тұр. Қолдауларыңызға шын жүректен алғыс білдіремін деп. Бұрын ұжым қатарында жұмыс істесеңіз, ал қазір ұжыммен жұмыс атқарып келесіз. Қиын емес пе? Және де сіз келгелі қандай өзгерістер болды? Енді ұжыммен жұмыс істеу әрине мен үшін ол қиын емес. Өйткені бұл менің өзімнің баяғыдан бері істесіп келе жатқан ұжымым. Осындағы ағабайларымыз. Бұл жер жалпы қара шаңырақ, менің бір екінші үйім сияқты. Осында жұмыс істеп жүрген қыз-жігіттердің барлығы менің іні қарындастарым сияқты. Сондықтан да
әрине ұжымды басқару оңай жұмыс емес, әсіресе бұл шығармашылық ұжым болса. Дегенмен де кез келген басшының менің ойымша міндеті ол ұжымның тілін табу, ұжымның жағдайын жасау. Және де енді бұл жерде ең басты мотивация, кез келген енді қызметкерді бағдарламасын қызықты жасату үшін оған қандай да бір қолдау керек, демеу керек, дұрыс бағдар бере алу керек. Бұл да оңай шаруа емес. Қадіріміз шегіне тырысып бағудамыз. Енді не өзгерді деп айтуға менің ойымша әлі ертерек сияқты. Жалпы менің мұнда келудегі мақсатымда маған қойылған талап шартта бұл енді осында шығып жатқаннан кейін алдарыңызға қойып қойдық. Көптеген жобалар бар. Ең әуелі бұлардың мазмұндық жағынан дұрыстығы, көрерменге көрсетілетін жаңағы көркемдігі. Әрине қазіргі таңда бұрынғы кезбен салыстыра алмайсыз телеарнаның деңгейін. Өзіңіз білесіз, 90-шы жылдар, 2000-ші жылдары телеарналар өте аз болды. Облыстық телеарнаның мүмкіндіктері зор болды. Қазіргі таңда енді өзіңіз білесіз, кабельдік телеарналар бар, интернет бар, бәсекелестік жылдан жылға емес, күннен күнге жоғарылап келе жатыр. Мысалы, қазіргі таңда теледидарды қосқан адам кем дегенде 100 телеарна ашылады ғой алдына. Оның ішінде әлемдік телеарналар да бар. Бюджеті 100 миллиондаған телеарналар бар. Біз солардың ішінде жұтылып қалмауымыз керек, біздің міндетіміз. Біз солардың ішінде өзіміздің орнымызды ала білуіміз керек. Сондықтан біздің бағытымыз да осы көрермен бізді іздеп қарайтындай болу керек. Және де мен айтарым, әрине Павлодар облысының жұртшылығы ертіс телеарнасын сүйіп қарайды, іздеп қарайды, біздің жобаларымызды біледі, біздің тележүргізушілерімізді біледі. Әсіресе ауылдық аймақтарға, ауылдарға шығып жатқан кезде біздің жүргізушілерімізді танып, оларды фотоға түсіп, өздерінің идеяларын айтып, сол жақтан осы бағдарламаға келіп қатысып жататын көрермендеріміз де өте көп. Біз оған өте қуаныштымыз. Енді мысалға телеарна ешқашан да өзінің өзектілігін жоймайды, оны білесіз. Жақында мысалға болған қаңтар оқиғасында көрдік. Ғаламтор істемеді, интернет жоқ. Адамдар барлығы не істеді? Қайтадан телеарнаға оралды, телеарнадан нақты ақпарат алды. Өйткені қазіргі таңда бір қиын мәселе. Мысалға интернетте ақпараттың тазалығы жоқ. Сіз қандай ақпарат дұрыс, қандай сізге әлде өтірік ақпарат беріліп жатыр ма, соны талдап таразылай алмайсыз. Өйткені мың жерден сізге ресурстық не бір ақпараттар келеді, оны кім жазды, әдейі жазып отыр ма, сіздің санаңызды уламақшы ма, оны тексеретін дүние жоқ. Ақпарат ажыратылмаған жаңалықтар деп жатырсыз. Бүгініңіз жайлы айтып беріңізші, жұмыстан тыс уақытта әріптестеріңізбен қалай уақыт өткізесіз? Енді журналистер біздің ұжым қазір жасарып келе жатыр, жастар өте көп, спортпен шұғылданамыз, міндетті түрде апта сайын волейболға қатысып, жаңағы турнирлік сайыстар өткіземіз. Енді дәстүрлі өтетін мысалға жарыстар бар. Жаңа мысалға өздеріңіз келгенде байқаған шығарсыздар. Теннис стол тұр, жаңағы бізде қазір өзі жігіттердің екінің бірі теннисші деп айтуға болады. Болашақта тренажерлық кабинеттер болады. Яғни денсаулықты күту керек, журналистерге әсіресе күту керек. Өйткені біздің жұмыс, шығармашылық жұмыс, енді бұл әсіресе мынау жүйкеге салмақ түсетін жұмыс. Сондықтан да салауатты өмір салтында біз қатар ұстануға оны дәріптеуге тырысамыз. Жақсы, рахмет. Оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасында демографтардың сөзіне сүйеніп, 2050 жылға қарай солтүстіктегі халық саны 2 миллионға кемуі мүмкін деген болжам айттыңыз. Павлодар облысының кейбір аудандарында 12 мың ғана адам тұратынын тілге тиек еттіңіз. Оңтүстіктен солтүстікке көшіп келгендерді және жағдайларын бағдарлама арқылы көрсеттіңіз. Түсірілімнен кейін сол тұрғындардың жағдайын бақылауға алдыңыздар ма? Ауа райына немесе басқа да мәселелерге байланысты наразылығын білдіріп, оңтүстікке қайтам деушілер жоқ па? Енді жалпы бұл оңтүстіктен солтүстікке жобасы, еңбек бағдарламасы дейді ғой. Менің ойымша елімізде соңғы бір 10 жылдың бедерінде жүзеге асырып жатқан ең бір сәтті жоба, ең бір керекті жоба, ең бір қазақ үшін пайдалы жоба деп айтар едім. Неге десеңіз, енді оның саяси астарында өзінің түсінесіз, әлеуметтік астарында өзінің түсініп отырсыз, оны қайталап айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен енді
сәл де болсын бір үлесімді қосқым келді. Ол жаңағы өзіңіз айтып отырғандай, мен телеарнада оңтүстіктен солтүстікке деп аталатын бағдарлама аштым. Бұл бағдарлама не үшін ашылды? Мысалға өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы оңтүстіктен көп адам көшіп келіп жатыр. Бірақ ана оңтүстікте отырған адамдар, осында көшіп келген адамдардың жалпы тұрмысы қандай? Олар осында келгенде не істеп жатыр? Үйін алды ма? Жұмысы бар ма деген сияқты сауалдарға келіп қалады. Сондықтан да оларға нақты бір қандай да ақпараттар беру үшін мен осындай бір бағдарламаны осындағы әріптестерімізбен бірге ашуды ұйғардық. Яғни осында көшіп келген адамдардың сол ауылға барып, іздеп барып, не бітіріп жатыр, тұрмыстары қалай деп ұйымдастырдық. Расымен де мен қарайтын болсам, өзім ана бағдарламаны интернеттен алып қарайтын болсаңыз, жай ғана чемоданмен келген адамдар бар да, жай ғана қол сөмкемен келген адамдар бар. Мен ондай адамдармен оңтүстіктен көп сөйлестім. Ал қазір келіп барып қарасаңыз, орасында кем дегенде 20-30 бас ірі қарасы бар. Тіпті өткенде бір кісі ағамыз айтып отыр, мен осында келгенде жалғыз өзім көшіп келген едім, қазір мінекей 50 жыл ұстаймын дейді. Оңтүстіктен келіп мысалға бизнес ашып жатқандар да бар, табысқа жетіп жатқандар өте көп. Әрине олардың арасынан көшіп кеткендер де бар, бірақ ол өте аз. Міне статистикаға жүгінетін болсақ, қазіргі таңда осы бағдарлама жүзеге асқаннан бері Павлодар облысына 10 мыңнан астам адам көшіп келген екен. 10 мың адам дегеніңіз салыстырмалы түрде айтатын болсақ, ол бір ауданның көлеміндегі халықта, яғни Павлодар облысына жаңа бір аудан қосылған сияқты. Ал Павлодар облысында жалпы халық саны өзінің халқының, тұрғылықты халқының саны азайып келе жатыр жылдан жылға. Көшіп келіп жатқандар көп. Туу көрсеткіші бізде төмендеу оңтүстікпен салыстырғанда. Сондықтан да бұл өте бір дұрыс жоба деп ойлаймын. Оған мен өзімнің үлесімді қосуға тырыстым. Бақылайсыз ба деген кезде әрине міндетті түрде ондағы кейіпкерлерінің барлығымен сөйлесіп тұрамын. Мереке кезінде бір-бірімізді құттықтап тұрамыз, араласып тұрамыз. Кей кезде үйлеріне қонаққа да шақырып отырады, барып тұрамыз, қонақжай қалып, алғысым мол. Жақсы, рахмет. Жалпы осы бағдарламаны көріп, әлі де көшіп келем деушілерді байқадыңыз ба? Әлі де көшіп келіп жатыр ма? Әрине көшіп келетіндер өте көп. Биылғы жылы Павлодар облысы осы көшіп келушілерге квотаны менің есебім бойынша ұлғайтып отыр, арттырып отыр. Өйткені көшіп келушілер тіпті оларға квота жетпей жатқанда кездер болады. Шынын айтқан кезде. Өйткені бұл жақта Павлодар облысында мүмкіндіктер молырақ оңтүстікпен салыстырғанда. Жақсы, рахмет. Өлең шумақты инстапарақшаңыздан байқап қалдым. Білесің бе, бір көргенде ғашық болдым өзіңе. Аққу мойын, шие ерін, ботадай бір көзіңе. Бұл жалғанда сенен асқан асыл жоқ деп сенемін, өмірімнің бәрін берем, сүйем деген сөзіңе. Бір күн батып, уақыт өтіп барады. Саған деген махаббатым күн сайын артып барады деп өлең арнаған екенсіз асыл жарыңызға. Өлеңнің иесі жайында айтып беріңізші, асыл жарыңыз жайында. Дұрыс. Енді өзімнің отбасыма келетін болсам, жаңағы әуелгі сұрағынан басталып тұр ғой, оның жауабы оңтүстіктен солтүстікке дегендей. Мен енді оңтүстіктен солтүстікке тек қана сөз жүзінде үлесімді қоспай, оны іс жүзінде жүзеге асырайын деп ойладым. Сондықтан да осы оңтүстіктің қызын алдым. Шымкент жақтың қызы, Ұлжыздың қызы. Нақтылап жүрсеңіз, қай жерден? Ордабасы ауданынан, сол жердің тумасы. Осы Павлодар облысында Павлодар педагогикалық институтын тәмамдаған, есімі Ұлжалғас. Мамандығы мұғалім. Сүтіп екеуміз жаңағы тағдыр қосып, осы Павлодарда жолығып, негізі шын айтсам өзім ешқашан ойламағам, оңтүстік жерінен келіншегім сол жерден болады деп. Енді бәрі адамның тағдырына байланысты екен. Шүкір. Қазіргі таңда 2 баламыз бар, бір қыз тәрбиелеп отырмыз. Үлгілі отбасы болып отырсамыз, жастарға үлгі болып отырсамыз. Енді жұбайымның мамандығы мұғалім. Болашақта да енді осы өз саласы бойынша жұмыс істеп, қоғамға қызмет етіп деген ойдамын. Қуандық аға, сырт елдерге шығып көрдіңіз бе? Қай елдерде болдыңыз? Ол жақтың халқымен біз жақтың халқын журналистік көзқараспен қарап салыстырып көрдіңіз бе? Әрине, әсіресе сырт елге шыққан кезде міндетті түрде журналистік көзқараспен қарайсың, кәсіби көзқараспен қарайсың.
бұл енді біздің бойымызға бір сіңіп қалған қасиет қой. Мен енді айтар едім, жалпы өзіңіз айтқандай басқа елдерге бару, шетелге шығу, бұл өте пайдалы, әсіресе журналистерге. Көп білгеннен емес, көп көргеннен сұра дейді, сол сияқты басқа елдерге барған кезде барудың енді бір жағынан жақсы жағы да бар, бір жағынан жаман жақтары да бар деп айтар едім. Жақсы жағы, жаңа өзің айтқанда журналистика туралы салыстырасың, елдің мәдениетін көресің, экономикасын көресің. Ұнамайтын жағы жүрегің ауырып қайтады кей кезде. Неге біздің елде бұлай емес деп қайтасың? Неге біз әлде қайда кеш дамып жатырмыз? Мысалға мен Қытайда айтпағанның өзіне, Түркияға барғанның өзіне бірінші өңірінде болдым. Сонда журналистермен кездестім, радиоларында болдым. Сонда барған кезде олардың өндірістерінің өте қатты дамып кеткенін көрдім. Европаға бір барған кезінде енді айта алмаймын, бірақ енді біз бір 50 жыл артта қалып қалған сияқтымыз. Бір дәуірде, бір ғасырда, бір жылда өмір сүріп жатырмыз, сағатымыз, уақытымыз бар. Бірақ енді ортамыз, әлеуметтік экономикалық жағдайымыз жер мен көктей. Сондықтан да дәл солардағы сияқты елде өмір сүргім келеді. Дәл сондағы игіліктер, дәл сондағы қатынастар, дәл сондағы биліктің халыққа деген, елге деген көзқарасы сенің отаныңда болғанын қалайсың. Сондай дүниелерді көрген кезде бір жағынан жүрегің ауырыңқырап келеді. Ал енді әрине журналист болғаннан кейін журналистің парызы, журналист аяқ асырайды. Сол сияқты бір орында отырып қалмау керек, ел мен жерді көру керек. Мен Ресейдің де көп өңірлерінде болдым, Ресейді зерттеуге тырыстым. Қазіргі таңда мысалға қандай да бір экономикалық мәселелерді Ресеймен салыстырып отыруға тырысамын, бұл өте керек. Сондықтан да сіздерге соны кеңес етер едім. Жақсы, рахмет. Қуандық аға, осы журналистика үшін өміріңіздегі ең негізгі деген нәрседен бас тартқан кезіңіз болды ма? Ол не нәрсе? Журналистика үшін енді мен айтар едім, бәлкім мен кей кезде ойлаймын, кәсіби салада, мысалы кәсіпкерлік салада басқа бір жетістіктерге жетер ме деп ойлаймын. Өйткені оған икемім бар. Жаңағы әкемнің де осы бизнес саласында жасап жатқан біраз жұмыстары бар. Соған бағыттағысы келді, бірақ біз оның барлығын сырт тастап осы журналистік жолмен жүрдік. Жақсы. Бұрын журналист, диктор болып өз міндеттеріңізді ғана атқарып келсеңіз, бүгінгі таңда телеарна директорының орынбасары лауазымындасыз. Өміріңізде қандай өзгерістер болды? Нені ұқтыңыз? Айналаңыздан жағымпаздық иісін сезіп, немесе қауесеттің дабылын естідіңіз бе? Күрделі сұрақ екен. Не өзгерді деген кезде жұмыстың уақыты көбейді әрине. Бұрын сен мысалға жұмыс барысында тек қана өзіңнің ғана жұмысын жасайтын болсаң, қазіргі таңда сен барлығын қамтуға тырысуың керексің. Бұрын сен енді бір ғана бағдарлама жасайтын болсаң айына, сол бір ғана бағдарламаны қадағалайсың және соған ғана жауапты болсаң, қазіргі таңда сен 30-ға жуық бағдарламаға жауаптысың, яғни жауапкершілік артты, жұмыс көбейді. Бұл да енді менің ойымша үлкен бір тәжірибе. Менің ойымша бұл өмірдегі бір жаңа белестің басталғандығы және мен бұған құлшына кірістім. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрақтың жауабын ала алмадым. Жалпы негізгі сұрақтың негізгі меңзеп отырғаным, жаңағы сіз енді директордың орынбасары болдыңыз, өзіңізден кейінгілерге қаталдық жасау керек болады. Сондай кезде бір сыбыстар шықпады ма деп жатқаным ғой жаңағы. Мысалы, Қуандық өзгеріп кетті ғой, кезінде осындай еді ғой деген секілді сондай сыбыстар естімедіңіз бе? Түсіндім. Сұрағыңыздың төркінін түсіндім. Менің ойымша, мен енді өмірімде көп адамдарды көрдім, өзіңіз айтқандай, қызмет алғаннан кейін жаңағы мінез-құлқы ауысып кететін, адамдарға деген көзқарасы ауысып кететін, ондай адамдарды мен көрдім, бірақ енді оларға ұқсамауға тырысып қалған. Енді менің ойымша қызмет деген ол қолдың кірі, ешқандай қызмет ол мәңгілік емес, ол уақытша. Менің ойымша кез келген басшы болсын, қосшы болсын, кім болсын, әкім қаралар болсын, ең бастысы осыны түсіну керек. Неғұрлым сен қарапайым болсаң, қарапайым деген Құдайдан ғой, сонда жаңағы өз ісіңде қарапайым болсаң, соғұрлым сен жетістікке жетесің.
шалқайып жаңағы кеудені келіп тұрсам одан түсетін пайда шамалы болады. Сондықтан да менің енді жұмысымдағы ең басты керегі ол қарапайымдылық, кез келген адаммен тіл табысу, үлкен адамдарға деген міндетті түрде сыйластық болу керек. Мейлі сен қандай жоғарыдағы басшы болмасын, үлкендерге міндетті түрде ізет таныту керек, кішілерге көмектесу керек. Өйткені жаңадан келген мамандар, олар енді жұмыс сатысын жаңа баставатқан мамандар, оларға көмектесу керек. Өйткені уақыт жылдам, ертең олар да белгілі бір деңгейде маман болады. Кейін жалпы қай қызметке барсаң да сен туралы жақсы пікірлер айту керек, менің ойымша. Жақсы, рахмет. Соңғы сұрағымыз болсын. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Мен жалпы жұмыста әділ істегенді жақсы көремін. Таза болғанды қалаймын. Жалпы өмірлік ұстанымым бір қоғамды өзгертуге өзімнің тигендей болсын, үлесімді қосқым келеді. Мысалға, қандай қызмет істесең де, жұмыс істесең де, оны жағына келіп кету емес. Әсіресе өзі елдің патриоты болғаннан кейін осы қазақ журналистикасын өзгерту, бір сатыға жоғарылатуға үлесімді қажына қосқым келеді. Және де енді жаңа жоғарыда айтқандай дамыған елдермен тереземіз тең болсын деп. Жақсы, рахмет. Қуандық аға, бүкіл сұрақтарымызға бүкпесіз, шынайы түрде жауап бергеніңізге алғысым шексіз. Өзіңіздей білікті журналист болу үшін енді өсіп келе жатқан журналистика саласына енді аяқ басқалы келе жатқан жас өспірімдерге қандай ақыл кеңес бересіз? Менің ойымша енді ол банал естілуі мүмкін, бірақ еңбекқорлық керек. Қазіргі жастарда табандылық жетіспейді. Мысалға, және де өз саласына адалдық керек. Қазір енді білемін, мысалға, журналистикада оқып жатып, кейін мүлдем басқа салаға кетіп жататындар бар. Енді олардан кейін қандай маман шығатынына білмеймін, және қорқынышты да айтуға. Сондықтан да жас мамандар келген кезде, мысалға, біз енді басшы ретінде отырған кезде біз енді еңбектенетін жастарға да көзіміз түсіп білініп тұрады. Кейбір жастар мүлдем құлшыныс болып жұмыс жасауға деген. Сондықтан да егер сіз еңбектенетін болсаңыз, әрбір еңбектің нәтижесі болады. Ол еңбек деген ешқашан жерде қалмайды. Ол білінеді, ол ескеріледі. Егер еңбек ететін адам болсаңыз, сіз кез келген ұжымға сіңісіп кетесіз. Сіз кез келген ұжымға карьералық тұрғыда болсын жоғары жетістікке жетесіз. Еңбек ететін болсаңыз, сіз нағыз кәсіби маман бола аласыз, таныласыз ортаңызда. Осыны болу. Жақсы, рахмет. Жалпы бүгін осы жерде болған сұхбат жайында өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Бүгінгі сұхбат маған ұнады. Нұрсұлтан, өзің енді екінші курстың студенті болсаң да, тәп-тәуір осы сұхбатқа дайындалып келген екенсің. Мысалға, болашақ журналистің өз ісіне деген жауапкершілігін менің ойымша сценарийінен байқауға болады. Мысалға, кейбір журналистер бар, сұхбатқа сценарийсіз дайындықсыз келеді. Менің ойымша бұл жауапкершіліктің жетіспеуі деп ойлаймын. Мысалға, сіздің жаңағы әлеуметтік желілерден кейбір парақшаларын қарап, кейбір мен өзім ұмытып та кеткен жаңағы жазбаларымды жаңғыртып осында көтеріп отырсыз. Мен шын айтсам қуанып та отырмын оған. Бұл дегеніміз сіздің бір осы сұхбатқа бәлкім күні бойы дайындалып, оны тереңнен зерттеп, оған үлкен бір жауапкершілікпен келгеніңіз. Осы райыңыздан таймаңыз, жан-жақты іздене беріңіздер, және де өзіңіздің айналаңыздағы өзіңіз сияқты қыз-жігіттерге дәл осындай мотивация беріңіз, жаңа технологияларды көбірек игеріңіз. Қазіргі таңда енді барлығымыздың қолымызда ұялы телефонымыз бар. Ұялы телефонға да түсіріп, интернеттен миллиондаған просмотр жинап, танымал болып жатқан тұлғалар өте көп. Мен енді ойлаймын, Нұрсұлтан, сіз болашақта осы YouTube каналын дамытып жатсаңыз, контентіңіздің сапасы жағына, әрине қазіргі таңда бір жағынан білесіз, көрермендер қызылды жасылды дүниеге көп қызығады. Яғни оның мазмұны ғана емес, оның әрлеуіне де мазмұны жағынан мән берсеңіз, түрлі курстарға қатыссаңыз, ол да артық кетпейді. Оның барлығы дұрыс. Бірақ қазіргі таңда менің ойымша
ізденемін деген адамға ғаламторда барлық ақпараттар бар, оны тегінде алуға болады. Ізденсең барлық ақпаратты аласың. Сол сияқты енді ісіңізге табыс тілеймін. Сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Сізге де алғысым шексіз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарлама осымен тәмам. Бізде қонақта болған ертіс телеарнасының директорының орынбасары Қуандық Есетұлы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.